Бүгін балдардың сүйіп те сүйсініп жейтін пончиктерін жасап бердім. Баста осы пончикті жасау жолы қиын сияқты көрінетін еді, ондай түк те қиындығы жоқ екен. Қамыры өте жұп-жұмсақ, дәміне келсек дәмі күшті болып шықты. Керек заттың құрамын описаниеге қалдыратын боламын. Жылы сүттің үстіне қантымызды, жұмыртқамызды, дәміне қарай ашытқы тұзын, сары майымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламын. Ұнымызды қосып отырып, қолға жабыспайтын қамыр илеп көтерілуге қоямыз. Көтерілген қамырды 2-3 рет қайтарып илеп, сосын барып көтерілген қамырларыңызды жаятын боласыздар. Жұқалығына келсек, онша қатты қалың емес, жұқа емес, орташа көлемде жаясыздар. Үйде қандай домалақ форма бар, сонымен форма келтіріп, ортасын осылайынан домалақ қып тесіп аласыздар. Қызып тұрған майымызда пончиктерімізді пісіріп алатын боламыз. Пончиктеріміз тез ғана үлпілдек болып пісіп шығады. Бетіне кез келген шоколад жақсаңыздар болады. Менде арнайы Калибау шоколадын ертіп жағып шықтым. Үйде не бар, сонымен бетін сәндеп шықтым. Ал сіздер өздеріңіздің қалауыңызға қарай сәндеп шықсаңыздар болады. Мінекей біздің осымен пончиктеріміз дайын. Балдарыма қатты ұнады. Магазиннен бір-екеулеп сатып алғанша осылайынан үй жағдайында балдарыңызға жасап берсеңіздер болады. Құрамына кететін заттардың барлығы қолда, үйде бар заттар. Баршаңызға ас болсын.